Алтын бұрыш қаланың қақ ортасы. Осындай тамаша зәулім сарай үйіміз сатылымға шығып тұр. Сәлем, әлем. Қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Мінекей, не деген тамаша проект. Өте жоғарғы сапа. Мынау үлкен залымыз. Қазір басынан көрсететін болсақ, мінекей, кіреміз, сырттан кірген кезде осындай шағын ғана прихожая, төбе биіктіктері өте биік, 3-7 жоғарғы сапа. Мінекей, есіктеріне бәріне мән береміз. Оң жағымызда сразу гостевой санузел, гардеробная, өте тамаша практичный үй. Мінекей, кірген кезде мына екінші қабатқа шығып кететін осындай тамаша ыңғайлы баспалдақ. Мына жерде керемет айна, мінекей, кірген кезде өзіңізді көретін. И сол жағымызда жаңа таныстыра кеткен керемет холл, зал 2 в 1. Үйдің проектісі өте тамаша. Осындай уникальный, өте жоғарғы сападағы жиһаздар, кондиционер. Енді жиһазды келісім бойынша егелермен келісе бересіздер, бағаның ішіне кіреді, кірмейді. Ал мынау төрде мінекей мастер спальня. Бұндай мастер спальня бұл үйде үш бірдей мастер спальня. Бәрінің өзінің жеке сантораптары бар. Мінекей гардеробная. Қараңыздар, өте кең гардеробная, тамаша. И және мына жағында санузел осы бөлмеге арналған шкафтарымен. Байқасаңыздар, өте кең. Бұл бірінші жатын бөлмеміз, тамаша панорамный терезе, аулаға қарайтын, барлық жерде кованый решетка. Мінекей, қаланың қақ ортасында осындай керемет үйіміз сатылымға шығып тұр. Кеттік, ары қарай тамашалайық. Ал достар, мінекей, асықпай көреміз, үй өте үлкен. Шайыңызды, кофеңізді дайындап, және де поделицаны ұмытпаймыз. Достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Тамаша үйден қапы қалып қоймасын. А бұл біздің малый зал десек те болады, или столовая десек те болады. Осында керемет отбасылық күнделікті тамақ шайыңызды ішіп, мінекей, бейнебақылау, видеонаблюдение. Ал мына жерде шағын ғана осындай кухнямыз, мінекей, мына жерде тамақ дайындап, ана жерде отырып ішетін осындай шағын ғана ас бөлме. Мінекей, терезесі бар. Бұл жерде де өте үлкен панорамный, барлық техника бош. Мінекей, көріп тұрсыздар, өте қымбат, жоғарғы сапада салынған үйіміз. Енді давайте цокольдан бастайық. Кеттік цокольға. Ал мінекей, цокольный этажымызға түсетін болсақ, бұл жерде өте аккуратный, жилой, бұл 3 қабатты үй. Бұл жеріміз, мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, күнделікті осындай этно ремонтымен, осындай тамаша обстановкасымен, қазақша бөлме десек те болады, холл десек те болады. Осындай шағын ғана уютный холл. И және мына жерде және бір үлкен, тоже гостевой холл. Бұл жерде өзінің жеке кухнясы да орнатылған. Мінекей, осындай 3 деңгейлі үй, өте практичный ремонт. Өздеріңіз көріп тұрғандай практичный дизайн, артық ештеңкесі жоқ. Ал мынау осы цокольный этаждың жуынатын несі бар, сантехникасы, жуынатын, мінекей, душевой да бар, и санторабы да бар. Мінекей, и және мына жерде өте үлкен джакузи ванна, өзінің жеке, мінекей, саунасымен. Бұл сауналары әлі жап-жаңа, мінекей, көрдіңіздер ма? Прям қалай жасалынды, әлі іске де қосылмаған осындай жап-жаңа тамаша үйіміз шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. Ал мына жерде жаңа көрсете кеткендей кухнясы да бар. Ал мынау сыртқа шығып кететін есігіміз бар. Мына жерде және де бұнымен әлі біткен жоқ. Мынау жерде шкаф встроенный. Тамаша. Бұл жақ енді как прачечная, мінекей, әрі стирал, жуасыз, гладите, тез по полкам раскладываете, сушилка, мінекей. И және бұл жерде де санторабы бар. Ал кеттік енді екінші қабатты тамашалайық. Мінекей, екінші қабатта бізде барлық жатын бөлмелер орналасқан. Светтерін, мінекей, осындай тамаша шағын ғана холл бөлмесі болып саналады. Мінекей, оригинальный баспалдақ, мынандай полностью балясины, осындай балдар, безопасность бәрі қарастырылған. Мынау осындай тамаша жатын бөлменің осы жан-жақ тарап кеткен холлымыз.
Қазір тағы да мінекей тамашалайық. Ал мынаған келетін болсақ, бұл бірінші мастер спальня. Екінші қабаттағы мына қараңыздаршы, не деген керемет кең бөлме, жап-жарық. Мінекей мына жерде жалюзи түсіріп қойған, а так өте үлкен панорамный терезе, мынандай тамаша шкафтар, өте жарасымды, кондиционер орнатылған. И мінекей жиһаздары да өте келісімді. Әрбір көріп отырған көрермендерімізге осындай үйлер жұғысты болсын, өздеріңіз көріп, лайк басып, лебіздеріңізді қалдырып қойыңыздар. Мінекей бұл бірінші жатын бөлменің өзінің жеке гардеробный, а мынау жуынатын бөлмесі. Байқаңыздар, тоже өте кең. Өздеріне арнап жасалынған сантехникалардың бәрін байқасаңыздар, шкафтар встроенный, все со вкусом. Мінекей осындай тамаша бірінші жатын бөлмеміз, шықтық енді екінші жатын бөлмеміз. Мінекей бұл жерде де мінекей шағын ғана отыратын. Ал мынау кабинет. Мінекей бұл жерде де осындай тамаша кабинет и тоже өзінің жеке санузелі бар. Мінекей қараңыздар. Все прям со вкусом, идеальный ремонт, идеальный проект. Ал мына жерде мінекей сыртқа шығып кететін балкон. Мінекей тамаша кең балконымыз бар. И мынау үшінші жатын бөлме. Қараңыздаршы, не деген жарасымды ремонт, все со вкусом. Мінекей бұл жерде дизайнерский жұмысты өздеріңіз бағалайыңыздар, байқаңыздар. Өте әдемі, жоғарғы деңгейдегі ремонт. Мына жерде де өте үлкен гардеробный. Мінекей полностью шкафтар, сумкаға да, мінекей киімге де бәрі қарастырылған. Ал мынау осы жатын бөлменің тоже жуынатын бөлмесі, душевой. Тоже өте кең, тамаша, полностью встроенный шкафтармен. Осындай тамаша үй қаланың қақ ортасында 460 шаршы метрді құрайтын сатылымға шығып тұр. Золотой квадрат, алтын бұрыш, бағасы келісімді. Варианттар, возможно, қарастырылған. Оны сөйлесе береміз. Әрбір қазағыма осындай үйлер жұғысты болсын. Ұнап жатқан жандарға астындағы номерлермен толық мәлімет ала аласыздар.